Ассалаумағалейкум, қадірлі көрермен. Бүгінгі сұхбатымыздың тақырыбы Абайдың шығысы деп аталады. Шақырылған қонағымыз Абылайхан Нұрланұлы деген азамат, 37-ші гимназияның ұстазы. Абай мен Шәкәрім мұраларын ізденіп, талпынып жүрген азаматтың бірі, менің шәкіртім десем де болады. Енді Абайдың шығысы деген баршаңызды білесіздер, өте үлкен тақырып. Соны бисмиллахи-рахмани-рахим деп осы үлкен тақырыпты бүгін бастағалы отырмыз. Бұны біртіндеп қаузайтын боламыз. Бірнеше дәріске ұласуы мүмкін. Енді жалпыға нәрсе, Абайдың асыл мұрасының 3-тен бірі осы шығыстан нәралған, шығысқа қатысты дүние. Бірақ Совет үкіметінің кезінде идеологияға, қызыл идеологияға мүлде келмеді де, бұл Абайдың шығысы деген үлкен тақырыпқа сондай әлемге қара құлып салынды. Есік тас жабылды. Мысалы үшін Совет үкіметі кезінде Абайдың философиясы, дүние танымы деген тақырыпта небәрі 2 ғана диссертация қорғалды. Оның өзі Абайды материализмге жақындап барып қорғалды. Бейсенбиев деген азамат 50-ші жылдардың ортасында қорғаған еді. Одан кейін бұл тақырып ешкім бармаған. 55-56 жылдары Абайдың тағы бір юбилей жақындап, енді Абайдың туғанына 110 жыл болатын кезеңде Мұхтар Әуезов өз шәкірттерінің ортасында отырып айтқан: ешқашанда сендер Абай философ дегенді айтпаңдар, Абай философиясы деген зерттеуді қойыңдар, Абай философ емес деп айтқан. Көрдіңіз бе? Сондай қатал заманда, қаһарлы заманда Абайды философ етіп көрсету, ол Абайдың хакімдігін көрсету. Ал Абайдың хакімдігін көрсету ол кезде Совет үкіметі қарсы шығумен бірдей болды. Құдай жолы деген, иман деген, жаңағы ақирет деген ұғымдар онда айтуға болмайтын. Айтсаң, әлгі жалаң аяқ шоқ басқандай айып тағылып пәлеге жабылатын кез. Енді сөзді реті келесін айту керек. Мұхтар Әуезовтың 2 алғашқы шәкірті бар, кандидатты қорғаған. Біреу Қайым Мұхамедхан, біреу Әбіш Жиреншин. Әбіш Жиреншин өзінің жерлесі, Жиреншин тұқымы бидің. Сол екеуіне тақырып бергенде кімге? Қайым ағаға береді, Абайдың ақын шәкірттері деген, Абайдың айналасын береді. Ал Әбіш Жиреншинге береді, Абайдың орыс достары деген, русские друзья Абай деген тақырып береді. Сонда көрдіңіз бе, 2 тақырыпты сол заманның идеологиясына байланысты, былайша айтқанда бейтарап тақырып болып тұр. Егер де қазіргідей заман болса, ең бірінші кезекте кәне Абайдың шығысын ашыңдар. Абайдың өмір сүру мағынасы, Абай жолын қалай осылай ұғамыз деп, сондай мәселе қою керек болатын еді. Енді ол заманда өтті, қазір тәуелсіздік заманға келіп, енді мына Абайдың шығысы дегенді білетін, түсінетін уақыт жетті. Әсіресе мына жастарға осыны айтып ұқтыруымыз керек. Абылайхан, өзіңіз екеулеп қостап, екі жақтап осыны ашып көрейік. Сіз енді біраз сұрақ дайындап әкелгенсіз ғой деймін, соны сұраққа көшегенде. Жақсы. Бүгін мына телеарнада Асан Омаров ағамызға үлкен рахмет. Осылай шақырып, біз сияқты үйреніп жүрген шәкірттерді үйретіп, білгенімен бөлісіп, білімнің зекетін беріп жатқандығына. Енді бұл хабардың маңызы үлкен деп ойлаймын. Себебі қазір тәуелсіздіктен кейін қазақ халқына Абай мен Шәкәрім жолы бұл бір ең керекті және де ең маңызды жол. Өйткені себебі қазақ халқы қазір арабқа, түрікке, басқа ұлттарға еліктеп, батысқа еліктеп жатыр. Сондықтан біздің ұлттық дүниетанымыз, қазақи қалпымыз, ұлттық код, соны жаңғырту үшін міндетті түрде Абайға тірелеміз. Сондықтан осы бірнеше сұрақтарымыз бар. Соны сізге қойсақ, сол тақырыпты ашсақ. Бірінші сұрағымыз: Абайдың сөзі, өсиеті неліктен ескерген жоқ? Осы туралы айтсақ. Алдымен Абылайхан өзің қалай деп ойлайсың? Неліктен ескермей келеді? Мен Абайтанушы ретінде айтайын. Бірде-бір өлеңнің шумағы, бірде-бір қара сөздің бір жері, мынау сол заманда айтылған, қазір енді ескеріп қалды-ау деген ой келмейді, ғажабы. Өзі қалай? Енді мен ойымша Мұхтар Әуезов бабамыздың зар заман, нар заман ақындарын туралы жинақтаған кітабы бар. Сол кітапта бұрынғы өткен мына Шортанбай, Бұқар, одан кейінгі Дулат, сол жыраулардың жырларын Абай сынап, Шортанбай, Дулат пен Бұқар жырау
өлеңі бір жама бірі құрау деп деген бар. әттең дүние сөз таныр кісі болса кемшілігі әр жерде көріне тұрау деп нақты ол кездегі заманның проблемасын көтергенмен жақсылық пен жамандықты сол кездегі әділетсіздікті жырлағанмен бірақ нақты шығатын идеологияны жол көрсетпеген деп айтады. деп айтады. Мысалы Абай айтады, біріңді қазақ, бірің дос, көрмесең істің бәрі бос дейді. Енді ол сөз қазақ қазір ұран болу керек деп өзім ойлаймын. Біріңді қазақ және де мен жазбаймын өлеңді ермек үшін, жоқ барды ертегін термек үшін дейді. Көкірегі сезімді тіл орамды жаздым үлгі жастарға бермек үшін деп. Ол тек өлеңнің бір сыртқы формасына емес, ішіне үңілу туралы. Бәрекелді Абылайхан, дұрыс айтып отырсыз. Енді бұл түсінік жаңағындай Абайдың жаңашылдық реформаторлығын бұрынғы ақындарды жоққа шығару емес. Бірақ жаңа заманға жаңа ұран керек екенін айтқанды ғой. Жаңа ұран керек екен. Сонда мына Абайдың сөзі неліктен ескірмей отыр дегенді нақтылай кететін болсақ, Абайдың айтқан сөздерінің бәрі жан әлемін айтылған, рухани әлемге. Ал рух айтқан нәрсе, ол рухани бағыт ескірмейді. Қалған мына материалдық, заттық, қандай жақсы ақыл болсын, 18 жасқа жыл, ол сол заманмен бірге ескіреді. Себебі ол байлаулы неменеге байлаулы? Сол заманға байлаулы. Заманға байлаулы. Тәнге байлаулы, уақытқа байлаулы. Байлық мансап, қазақтың жолы, сол материалға байланған бәрі ерте ме кеш пе біртіндеп көнереді. Абайдың көнермей келе жатқаны оныкі мына жан тану ілімі, рухани ілім болады да, ол ескірдің орнына керісінше жаңғыра береді. Жарқырай береді, жаңғыра береді. Қырлар ашыла береді. Кәрәмет құлпыра береді. Себебі ол жанға байланысты нәрсе. Сондықтан осы бірінші сұрағымызды Абайдың сөзін ескірмей келеді дегенді түйіндеуге болады. Абай рухани ұстаз, нағыз рухани ұстаз. Ол рух әлемін ашушы. Сондықтан оныкі ешқашан ескірмейді. Ешқашан Абайды қазақ елі мәңгілік десек, Абай соның мәңгілік ұстазы болып қала береді, Абай Шәкәрім. Осылай деп түйіндеп қояйық. Жақсы. Енді әрі қарай қалай? Енді келесі сұрағымыз, қазақ халқы батыстық па, әлде шығыстық па ойлау жүйесі бойынша сол туралы айтсақ. Енді мен ойымша енді қазір қазақ халқы әлде өзінің кемеліне келіп, енді 30 жыл егемендік алған 30 жастағы жігіт сияқты деп ойлаймын. Әлі толысып кемелдену үшін бізге көптеген жаңағыдай үйренетін, жасайтын жаңағы көптеген әлі рухани жаңғыру керек, санамызды құлдық санадан арылуымыз керек деген сияқты. Енді қазіргі кезде қазақтардың ойлау жүйесі осы ұлттық идеологияға келіп, қазақи қалыпқа келсе ғана мен өзіміздің жолымызды, төл жолымызды табамыз деп ойлаймын. Сенім сонда ғана ұялайды. Сенім сонда ғана деп ойлаймын. Бұл енді менде өзіңді Абылайхан қостап сөйлегім келіп отыр. Біз батыстық па, шығыстық па деген тексеру үшін қазір көшеге шығыңыз. Қоғамдық орынға, магазинге кіріңіз. Немесе бір автобустың ішінде тұрсаңыз, одан қараңыз. Қазақша сөз көп па, орысша сөз көп па? Қайсысы басым? Орысша, көп жерлерде орысша. Сондықтан орысша болғандықтан біздің бұл батыстық екеніміздің белгісі. Біздің орысша сөйлеу деген сөзің қалай болса, ойың да солай, әдетің де солай, мінезің де солай. Солай боласың. Сондықтан біз қазақылықтан алыстаған халықпыз. Ұлттық тамырдан сөйлеуге айналған халықпыз. Сондықтан біз қазір батыс адам екенімізді ашықтан мойындауымыз керек. Бірақ бұл батыстық біз жолда тура жолымыз емес, Абай айтқан жол емес. Біз шығысқа қарай, шығыс адам болуға соны ашықтан ашып, талпынып диалогия жасауымыз керек деп ойлаймын. Сонда ғана біз мына еліктеуден, мәңгүрттіктен арылатын боламыз біртіндеп. Бұл мәселе тілге ғана болып тұрған жоқ. Тілдің ар жағында жаңағы дүниетаным жатыр. Қазақтың ұлттық салт дәстүрі, үлкенді сыйлау деген сияқты тәрбиелік мағынасы, жақсы жаманды айыру, обал сауап деген бәрі тіл арқылы келетіндігінде болып тұр. Сондықтан өкінішке қарай қазіргі тұрған жеріміз біздің батыстық жағалауында тұрмыз. Сол батыстықты ол жақсы деп айта алмайтын себебім, оны мына материалдық прогресспен ғана, бүгінгі өмірдің жарқылымен ғана кетіп барамыз. Бұл Абай айтқан жол емес деуге болады. Енді мен айта кететін, осыған қоса кететін. Енді қазақта біреудің қаңсығы біреуге таңсық дейді ғой. Сондықтан біз енді қазір өзіміздің ұлттық дүниетанымымызды осы Құдайдың жолын, Абайдың, Шәкәрім жолын дұрыстап ұстанып, соны ұрпаққа
соны тәрбиелеп беріп, өзімізде соны өмірде қолдансақ, әр қазақтың азаматы осыны мойнына парыз деп, міндет деп біліп, осыны тарқатумен айналысса. Бұл арада Абылайға мына сәл тереңдей түсу керек. Жаңағы ұлттыққа қайту деген ол не нәрсе? Ол сол ескі қазақтың киімін киіп, сол мал шаруашылығымен шұғылданған емес. Бұл арада дүниетаным тұрғысынан батыс, шығысты, оның ішінде қазақтың философиясы адамды екі түрлі нәрсе деп қарайды. Тән мен жанның қосылысы. Екеуінің қасиеті екі бөлек нәрсе білді. Бірақ қосылған, Алла тағала қосып тұрған. Сондықтан біз соны қосылып тұрса да екеуінің тән мынау тәндікі құмары, мынау тәндікі, мынау жаншық, мынау жанның мақсаты, жанның құмары деп бөлектесек қана біз жаңағы шығыстық ойлау жүйесіне қайтамыз. А батыста ондай бөлектеп қарау жоқ. Олар тұтас адам ретінде қарайды, адам психологиясы дейді, адам көңілі дейді, соны зерттейді, соны адам деп қана қарайды. Батыс адам баспен өмір сүреді, шығыс жүрекпен өмір сүреді деген сияқты. Сондай мәселе, сондықтан ол батыста адамшылық күшті олар, заң да күшті. Олар адамды ғана қарайды. Ішіндегі жанды, мына Құдайға қайтатын нәрсе екен, мынау мәңгін деп қарамайды олар. Олар мистика деп қарайды. Сондықтан мына Абайдың ойлау жүйесі деген ол жан мен тән деп бөліп айтудан шығады, иә? Жан мен тән. Жан мен тән. Сен жаның бар екен, сен жан екеніңе сеніп илануың керек. Сонда ғана иманды боласың. Сонда ғана сен жаңағындай ішіңе жарық түседі. От жағылады деген. От жағылады. Әйтпесе біз соны батысша болып бара жатырмыз, жанды елеме тек адам деп қараймыз. Адамды адам деп қараймыз. Бұл Құранға да келмейтін, киелі кітапқа да келмейтін, бұл тупикқа апарады ғой, тығырыққа апаратын жол. Қазіргі адамзат өркениеті ақыр келді тығырыққа. Себебі адамды адам деп қана қарайды, жан деп қарамайды. Сондықтан әлгі соғысқа дайын тұрады. Мейірім, махаббат, адалдық. Жоқ, күштілер, әлсіздерді бағындырады. Экология бұзылып жатыр, оның үшін қарамайды. Себебі ол жаңағы материалдық көзқарас. Адам деп қарайды. Болды. Біз жан деп қарасақ, мүлде басқа ақиқат ашылады. Сондықтан бұл да келесі әңгімемізге тағы да талай арқау болады. Бұған қайтып білеміз. Батыстық пен шығыстық деген ойлау жүйесі. Абай заманында айтқан ғой, мынау индукция мен дедукция не нәрсе деп. Сонда индукция деген, ол индукция, жас Абай, енді 30-дағы Абай айтады. Индукция деген ол төменнен жоғары қарай өрлеу, білімді көтеру. Мұны алдымен құрт құмырсқан, табиғатын бәрін өлшеу, сатылап бар, ол Алла тағаланы тануға жетесің бе, жете алмайсың ба? Ол эволюция, ұзақ жол. Ал дедукция деген ол шығыстық жаңа айтып отыр. Ол Алла тағала деген сенім, дегенде ұялатасың, Алла тағала бар. Кәміл сенесінде, сол Алла тағала көзімен зерттей бастайсың. Сонда ол өзі гармония сразу көрінеді. Мына Алла тағала, одан кейін төмен табиғат, хайуанға дейін болған. Сондықтан мына біздің ойлау жүйеміз былай кері бағытты кетіп қалған ғой. 180-ге. Материалист болып кеткенбіз. Біз қазір қанша мешіт салып, ойбай, мұсылман болдық деп жүргеніміз әлі сыртымыз ғана. Ішімізде мұсылмандық болу үшін. Ол жаңа көзқарас. Алла тағаладан бастау керек. Дедукция деген. Қысқаша айтқанда бұл сұрақты осымен түйіндеуге енді бұл әр сұраққа негізі бірнеше жауап көп, енді ашыла береді. Мына жер уақыт тар болғаннан кейін енді тағы келесі сұраққа көшейік. Әлдегер. Жылшиық. Келесі сұрағымыз Абай жолы деген тіркесті түсіндіру. Оның Құдай жолы дегеннен несі бөлек? Бұл сіздің ойыңызша? Менің ойымша бұл Абай жолы енді кезінде, Совет үкіметі кезінде цензура заманда бұл енді толық ашылып жазылмады, бірнеше өзгерістер болды, қиын заман болды. Бірақ сонда да Абай жол жарық көрді. Бірақ енді бұл нәрсенің қазір Құдай, егер адам баласы осы Абайдың жолын ұстанса, Абайдың үгіт насихатымен оның қалдырып кеткен, қазір мысалы көп ақындар бірнеше 50 том, 30 том қалдырып жатса да, Абайда 2 кітапхана, 195 өлеңі бар, өзіңіз шығардыңыз 20 өлеңін. Және де 45 қара сөз бар, тастих кітабы бар деген сияқты. Осыларды негізге алсақ, және де осы бойынша, осыны өмірде қолданғанымыз дұрыс деп ойлаймын.
осыны ашсақ, осының өзі бізге жете ма деп ойлаймын Абайдың. Иә, Абайдың бай мұрасы ол түгел қамтылған, дұрыс айтасыз. Абайда айтылмаған әңгіме де жоқ, сөз де жоқ. Ол Абай жолы деген, енді бір аларда айта кететін мәселе, Абай жолы дегенді Мұхтар Әуезов нақты мағынасы түсіндіре алмай арманда кетті. Трагедия, Мұхтар Әуезовтың трагедиясы. Мына Абай жолының не екенін халыққа жеткізе алмады. Сондықтан біз Абай жолы дегенді мына Абай жолы эпопеясымен бірге қарастырамыз да, сондағы көркем шығарма, сол қазақтың өмірін, тіршілігін таныстыру, соның ішінде Абай деген ақын болғанын көрсету, Абай жолы сондай көркем әдебиет мағынасында ғана біздің санамызға сіңген. Ал енді Мұхтардың шер болып армада кеткені, ол Абай жолы дегенді Абайды жол салушы ұстаз ретінде айтқан. Абай бірнеше мақаласында айтып кетеді, болашаққа жол салушы, ұлтына жол салушы адам еді деп Абай. Ал жол салу деген мағына, ол көркем әдебиет емес. Ол жол салу деген халқына өмірдің мағынасын ұқтырып, сол халықтың санасын жаңа деңгейге көтеру. Жаңа деңгейге көтеру. Жаңа деңгей. Бұл өте үлкен жұмыс. Ол жаңағы хакімдік, нағыз кемеңгердің шаруасын бітірген біліп, сол Абайды бірнеше жол салушы деп қана айтып кетеді. Жол салушы деген. Сондықтан жол салушы дегенді жақсылап ұғып алсақ, Абайдың өзі дейді. Тағат деген не тағат? Хақ жолында мұқым жандар ізденіп жүр соңында дейді. Барлық адамдар ойламайтын адам жоқ. Қалай, мен дұрыс келе жатырмын ба, дұрыс емеспін бе? Менің өмірім дұрыс па, дұрыс емес пе деп ойланды. Жас та кәрі де. Сонда Абайдың тағат деген сөзі, тағат деген ол Құдайдың разығын алу деген мағына. Құдайға құлшылық жасау. Сол қандай, қайтып мен құлшылық жасаймын деген әркім ойланады. Мен дұрыс па, дұрыс емес пе дегендей. Сондықтан Абай жолы деген тіркес осы сұраққа жауап береді. Сен дұрыстасың ба, дұрыс емессің ба? Дұрыс емессің. Иә, бұрыстың ба деген. Соны Абайдың жол қайсы деген нақты жауап бар. Ол адамзаттың бәрін сүй бауырым деп. Абай жолы деген сол. Жалпы Құдай жолы деген ұғым бар, одан да кең, ол шексіз жол. Абай жолынан да шексіз де болады. Себебі оны ниһаятсыз. Неге? Ол Құдай жолы деген жол, ол сопы әулиелер, мысал үшін, орыстарда монах дейді, буддизм монашество дейді, олардың бәрін көздегені Құдайға жету. Құдайға жету үшін қоғамды ойлап керек жоқ, отбасын ойлап керек жоқ. Сен боласың ба, болмайсың ба, олар бас қатырмайды. Олардың ойы тек Аллаға жету. Бұл да Құдайдың жолы. Ал Абай, оны әулиелік жол дейді. Ондай жолды қазаққа сілтеп отырған жоқ, соған түсті. Ол әулиелік жолға түссең, сен малдығын бағады, киімдігін оқиды. Елді дұшпаныңды қорғайды. Сен ол бізге жарамайды деп айтады. Ондай жол қате емес, дұрыс жол. Бек нәзік, бек шетін жол деп айтады. Ол тариқат жолы Құдайға апаратын тура жол, лифт сияқты. Ол керек, оны бір сирек адамдар жетеді оған. Ол кәрамат мақсат биік. Бірақ Абай қазаққа, өзінің ұлтына, жалпы адамзаттың бәрін сүй бауырым деп сол жолды көрсетеді. Ол дегенің адалдық, тазалық, өмір сүру. Ол дегеніңіз жаңағы қиянатқа бармай, ақ жүрек болып өмір сүру өте оңай емес ол. Абай өзінің несінде адамшылықтың алды махаббат, әділет, сезім деген басталады деп айтады ғой. Осы екеуі міне өте дұрыс айтады. Махаббат пен әділет болса ғана адам болу дәрежесінде өмір сүре алады. Әйтпегенде төмен қарай хайуани өмірге бірден ақ түседі. Махаббат пен әділет жоқ жерде, оларда қиянат пен зорлық, ол хайуани өмір дейді. Хайуан сияқты өмір сүресің, ішіп жейсің. Сондықтан мына Абай жолы деген түсінікті жаңағы тағат, Абайдың тағаты дейді. Көптің қамын әуелден Тәңір ойлаған. Мен сүйгенді сүйді деп сен сүйсін дейді. Ең сүйсін деген. Сонда Алла Тағала бізді сүйеді екен. Ана тура Алла Тағалаға мінәжат ету үшін емес сүйеді. Ол сүйеді. Сен басқаларға көмектесіп бауыр болыпсың. Көмектесің. Иә. Пайдалы. Көршіңе пайда қыласың, халқыңа, жұртыңа пайда істепсің. Алла Тағала сені сүйеді. Сен намаз оқымасаң да, тіпті қажылық қылмасаң, сен сүйеді. Неге? Себебі
ол мен сүйгенді сүйді деп ол. Алла тағаланың өзі халықтың қамын ойлап отыр. Сен де халықтың қамын ойлап отырсың. Сен уже Алла тағала ұқсап тұрсың сол арада. Сондықтан Алла тағаланың абай қара сөзіне зати субути сипаттарын айтады ғой. Адам бойында заррадай бөлшегі болады деп. Мысалы білім сипаты, оның жаңағыдай жомарттық, қай сипаттан болсын болады. Сол сипатымен сипатталған кезде адам баласында сол адамды Алла тағала өзіне ұқсас қылып жаратқан, бірақ бірдейлік дағуасында емес дейді. Бұл сөзбен надандықпен жиіркенбе дейді. Бұл жерде осы Алланың сипаттарын біз бойымызда аша білуіміз керек. Міне Абылайхан өте дұрыс айтып отырсың. Бұл біз діннен бөлек емес, біз діннің ішіндеміз. Бірақ абайша ұқтырып түсінуіміз керек. Біз өз бетімізбен Құранның аятын, жаңағындай ізгі мағлұматын біз өз бетімізбен қабылдай алмаймыз. Түсіне алмаймыз. Соған абай соны түсіндіріп отыр. Сен Алла тағалаға ұқсас бол дегенім, сен онымен бірдей бол дегенім емес дейді. Сен соның істегенін істе. Алла тағала мейірімді ғой. Мейірімді. Алла тағала рақымды. Сен де сондай болсаң, Алланың сүйікті құлы боласың. Деп енді бұдан артық қалай ұқтырады? Ұқтырады. Соны айтып, жазып, 90 жылға дейін айтып, күңіреніп, ермеді ешкім соңына әдетіне қарысып дейді. Енді ол себебі заманның илеу күшті ғой. Халықты бұрып, әсіресе мына отаршылық билік кезінде қазір тәуелсіздік алдық деп отырмыз. Қазір жеңілді бұл жолға түсу. Ал заманның өзі адамды илеп, соланы теріс жолға бұрып, қиянатқа итермелейді. Заманға жаман күйлемек дейді ғой, заман оны илемек. Заман оны илейді. Бірақ илегенмен оның бәрі сол Алла тағаланың заңы емес, илесін деген. Сен илетпеуіңе болады. Сен өзің заманды билеуің болады. Ол үшін сенің ішкі дүниеңді жаңағыдай жарық бол. Рухың мықты бол. Рухың мықты бол. Ал рух мықты қайдан келеді? Ол Алла тағаланың сенімнен келеді. Абай айтады, шын иланда таза ойла бір иманды дейді. Иланғаннан кейін шын илану керек. Сен ғана құрғана, білеміз ғой, Құдай бар ғой, оны немені қайта айта береді. Өзімді білем деп жүре береді халық. Соны Абай айтады, өстіп жүрген кісілер дейді, уайымсыз салғырттық дейді бұл. Содан жаман нәрсе жоқ дейді. Уайымсыз, жарайды сөйтіп жүріп өмірі өтеді. 50-ге келеді, 60-ға келеді, сонымен жарайды көреміз деп жүр. Ақыры ол адам не бақытсыздыққа ұшырайды, өзі бақытсыздыққа ұшырайды. Не ажалынан бұрын өледі. Себебі Құдай таныған жоқ, ішінде жарық жоқ. Сәуле жоқ. Сәуле болмаған, қараңғыда басын анда соғып, мында соғып жүріп, ақыр бірдеңе өзінен өзі бұл өмірмен қоштасып кете барады. Мағына таппай кетеді. Өте өкінішті жағдай. Сондықтан қазір мына Абайдың жолы деген, Абайдың жарығы деген сондай адам, әрбір адам өзінің мағыналы сәулесімен өмір сүрсе, өзіне жақсы, отбасына жақсы, ұлтқа жақсы. Жоқ, оны қойшы, оны білеміз ғой деп салғырттықпен жүрсе, қазіргі жетпей тұрған қазаққа осы бойымызды сол бір жағынан орысшалық, бір жағынан жаңағы салғырттық басып, сол тиын тебенді қуып, соның артында барлық өмір өтіп жатыр өкінішке қарай. Абайдың сөзі бар, пайда қуып, алқынып дейді. Өзгені әсте сөз емес дейді. Біздің айтып отырған Құдай туралы, иман туралы бәрі ол бүгінгі пайдасы кетіп бара жатыр. Қойшы дейді да кете бер. Сөйтіп соның артында қуып жатты. Әлгі жете алмайтын нәрсені қуып, пайда мақтан әуес қой деп айтады. Соның артында жүріп өмір етіп кеткен еді, жазасын алады дегендей. Бұл өте Абай соны ескертіп, сақтандырып, үнемі айтып отырады. Мен бір қоса кетейін деген, енді мен қазір қоғамына интернет заманы, әлеуметтік желі, қазір мысалы өте көптеген пайдасында зиянда тигізіп жатыр. Жастарға болсын, орта буын болсын, аға буын болсын деген сияқты. Енді бұл жерде Абай атамыздың осы айтып кеткен сөздері, мысалы Шәкәрім бабамыздың осыларды жас ұрпақ осыны оқып, мысалы осы өмірлерін босқа өткізбес екен. Абай айтады ғой, ұзақ өмір не берер? Оқып және тоқып, бойға сіңіріп, өмірде қолданса. Абайдың мына ұзақ өмір не берер? Көрген білген болмаса дейді. Жатқан надан не білер? Көңілге сәуле толмаса дейді. Шәкәрім айтады, құры білген не керек дейді. Білгенді қылған сол керек. Жарайды, білемде жүре берме керек.
баянсыздың бәрін қой, боласың сонда шын зерек деп айтып келеді. Міне кәрімет, сонда бұл арада иман мен ихсан мәселесі, енді тағы да алда айтамыз. Иман деген ол жаңа сенім, ихсан деген сол сеніміңді өмірде көрсету. Адалсың ба? Турасың ба? Көрсет, өмірде солай істе. Сол кезде пайда береді. Сонда ғана пайда береді. Сонда екеуі бірге жүру керек. Сол мен жаңағы айтайын дегенім осы жастардың жалпы осы Абай Шәкәрім іліміне сусындап өмірлерін бос өткізбесе, жас кездерінде көз көріп, құлақ естіп, тіл сайрап тұрған кезде пайғамбарымыздың сөзі бар ғой, кәрілік келуден алдын жастық шақтың қадірін біліңдер дейді. Сол енді жас кезде білім, ғылым, өнерге талпынса, көкірегін құндылықтармен толтырып, жаңағыдай еріншектіктен, жалқаулықтан арылып, өзін өзі тәрбиелеп, осы бұлақтардан сусындаса, бұл адам жаңағы Абай айтқан өз сол Құдайдың заррадай сипаттарын бойына сіңіріп, соны аша біледі деп ойлаймын, қабілеттерін. Енді Абай атамызда бұл жол бұған сәйкес айтып кеткені бар ғой. Үнемі тұрмас ошақ қызуы кетер дененің дейді. Жалыны қайтар дененің. Бір кетігін ұстатпақ байырғы кәрі дүниенің дейді. Сол бір нәрсенің маманы болып, бір нәрсеге өміріңе мақсат қойып, әсіресе рухани мақсат қойып. Соған жет. Әйтпесе сен жаспын деп жүре берсең, 30-да сен 40-та жасың, сөйтесің де ақыры денең қызу кетеді. Сенің мақсатыңда жоқ, күшіңде жоқ, қуатыңда жоқ, далада қаласың деген ескерту. Міне осыны жастарға санасына құйсақ, дұрыс айтасыз, ертерек құю керек, ертерек талпыну керек. Адамның ең жаманы талапсыз дейді. Талаптанған өте маңызды нәрсе. Сондықтан талапты Әбіш деген ұлына мақтау өлең жазғанда талапты еді, талапты ерген Нұржауар мұнан өмір бойы талаптанды. Осы қысқа өмірінде, жаңағы 30-ға дейін өмірінде білімге құштар болып, талаптанып өтті деп соны мысалға келтіріп, идеал алып көрсетеді. Міне ол Әбіштей болыңдар деп. Сол заманда енді былай қарасаң Әбіштің өмірі трагедия. Енді анау айдалаға барып оқып, тоқып, ауырып, ақыры ештеңе бітірмей, халық ештеңе жасамай өліп кеткен трагедия. Бірақ оның жүрген жолы, Абай айтып отыр, дұрыс деді. Ол дұрыс деді. Сөзі, бірақ сол талап ойың ят ар едің деп талаппен жүрді, ар ұятпен жүрді. Міне ол идеал, осындай болу керек деп айтып отыр Абай. Өте маңызды нәрсе. Соны біз жастарға мына мектепке, әрбір жерге ұран сияқты жазып қою керек, идеалды, талапты болыңдар, Әбіштей болыңдар деген жастарды болуымыз керек. Енді әрі қарай қандай Абайдың шығысы деген мәселені үлкен тағы бір пұшпағын айтайық дегендей. Жақсы. Келесі сұрағымыз бізде Абай нәр алған 4-ші қайнар туралы әңгіме болса, қайнар бұлақ туралы. Бұл қалай сіз ойлайсыз? Енді бұл жерде Абайдың жаңағы ұлттық дүниетанымы ең бірінші өзінің қазақи төл дүниетанымы, одан кейін шығыстық, одан батыс, мына орыс ойшылдарының солардың шығармаларын орыс пен батысты бір деп санайды. Бір деп санаған, ана Физули, Шамси, Сайхали деп басталатын өлеңдерінде сол өзінің ұстаздарын жаңағыдай үлгі тұтқан пірлерін жаңағыдай өз өлеңінде көрсеткен. Енді осы 3 қайнар бұлақтан 4-ші қайнар бұлақ туралы енді өзіңіз толық ашып айтсаңыз енді. Бұл енді алғаш естіп отырған тыңдарма қауымға бұл бір түр таңсық болып естілетін шығар. Себебі біз әбден жаттап өстік. Абай нәр алған 3 қайнар. Жаңа өзің айттың, тағы да қайталап айтайық. Ол қазақ халқының мәдениеті. Енді Абай қайда орысты? Өзінің Шыңғыстауда, тобықтының қалың ортасында нәр алған адам. Бұрынғы жыраулардан, ертекшілерден, өмірдегі әше мен апаларым сөйлегені бәрі құлаққа сіңген қазақ мәдениеті бұл. Қазақ мәдениеті бай мәдениет, көшпелі мәдениет бұл. Екінші, жаңағы батыс тесікті, жарайды, шығыс тесікті, батыс айтайық, батыс деген ол орыс мәдениет түгел батыстан алынған мәдениет. Достоевский, Крылов, Толстой деп жазамыз, олардың бәрі батыс мәдениетін сусындап, одан орыс тілінде жазып, одан кейін бізге жетіп отыр. Сондықтан батыс пен орысты бөлектеуге болмайды.
батыс пен орыстың діні де бір, мәдениеті де бір болып келеді. Сондықтан батыстың мәдениеті әрине өзінше бай мәдениет. Неге? Себебі олар мына соңғы ғылым мен прогресті күшейтті. Сүгірет өнері болсын, анау әлгі Микеланджелодан бастап 15 ғасырда жаңа ренессанс дәуірі басталып, бұлар мәдениеттің түр-түрін көтеріп жіберді. Ол Абай өзінің бір сөзінде орыстың ғылымы дүниенің кілті дейді ғой. Оның айтып отырғаны батыс ғылымын айту. Мына батыстың техниканың дамығаны ол өз алдына үлкен мәдениет. Біз онсыз қазір телефонсыз отырар едік, онсыз біз самолетсіз отырар едік. Соны Абай білген, Абайдан батыстан алған, ол Абайдың батыстан алған ғылымға жақын болды. Ғылым арқылы келеді. Қоғамның даму күші ғылым деп, осыны батыстан көріп айтып отыр. Батысты айтқаны, батыстан алған ағартушылық үлкен жұмыстарының бәрі осы ғылымға байланысты. Батыстан ғылым, батыс мәдениет емес. Бұл екінші арна, ешқандай дау жоқ. Үшінші арна шығыс. Оның ішінде шығыс деген жалпы үлкен нәрсе. Абай тіпті буддизмді оқыған емес, бірақ Абайдың шығысы дегенде біз исламдық шығысты айтамыз. Мұсылмандық шығысты айтамыз. Өзіміздің Фараби, ислам мәдениетін айтамыз. Осы ислам мәдениетін қалай сусындады Абай? Ислам мәдениетін сусындағаны біріншіден қазақтың өздері мұсылман болғандықтан ораза намазын оқып, сол кезде кішкентай кезінен оны Зере әжесінен, әкесі Құнанбайдан көргендері мұсылман мәдениеті. Екіншіден үлкен бұлақты ашты, медреседе оқығанда жаңа шығыс поэзиясы. Шығыс поэзиясы деген ол толып тұрған сопылық поэзия. Ол толып тұрған исламның имани гүлі. Абай соны оқып зердесіне тоқыды. Жаңа 7 шайырды атап айтады ғой. Менің пірім медет бере көр деп. Себебі ол шайырлердің бәрі ақын деп саналмайды. Олардың бәрі ойшыл деп саналады. Шығыста ол ақын деген сөз ойшылмен бірдей. Ол ойшыл емес, ақын болмайды онда. Бізде кішкене батысқа еліктігінен кейін біз ақын деп ойшылдықтан бөліп айта береміз. Мынау ақын екен. Ұйқасы келсе болды. Жақсы ақын ананы жырлайды, мынаны жырлайды. Мына шығыстың дәстүрінде ол ақын, үлкен ақын болу шайыр, ол ойшыл міндет. Ол міндетті философ, ол міндетті хакім деңгейіне жетіп. Әмбебап дейсіз ғой. Мына Гетенің өзі айтқан ғой, мына шығыстың шайырына мен бағындым, мен оның тіпті аяғы сүртігі бармын деген. Себебі ойшылдығын бағалапты. Дүниенің түсіндіруін, махаббатты жеткізу кәрімет. Міне Абайдың өзін сол кезде әдегеннен өзін ақын емес, ол ойшыл деп санаған Абайдың. Ойшыл. Ақындық оның тек құралы, шын айту керек. Сондықтан міне осы шығыстан сусындағаны Абайдың ешқандай даусыз. Сопылықты жақсы білгені, Құранды жақсы білгені, мынандай мәжілісте мұсылмандар жиналған жерде оны оза шауып бәрінің аузы жауылып қалғаны мұсылмандықты өте жақсы білген, жетік білгендігі ғой. Көкбай айтады, қай үлкен мәжілістерде Жақия қажының, анда қажының үйіне барамыз, отыра қаламыз, сонда бәрін тыңдайтын Абай. Семейге Абай келсе деп айтады ғой, бізге думан деп. Әңгіме жүргізеді, бәрі рухани әңгіме, бәрін біледі. Тіпті бір жағдай болған, 1898 жылы мына нені ашады. Жаңа Семейде әлі тұр бір шіркеу. Благовещенский деген. Ол енді ол шіркеудің тұрғаны, ол миссионерский шіркеу дейді. Ол қазақ жұртын христиан дінін өткізуге байланысты соған қаржы бөлінген, ол салынған. 1895 жылы басталып, 1898 жылы бітеді құрылыс. 3 жылда бітеді, әйбет өткен. Содан кейін Сергий деген мына неден епархияның өкілі, үлкен өкілі, Омбы епархиясына әдейі келеді. Сол келгенде айтады, мен шешу үшін мына мұсылмандық жоғары тұру керек па Семейде, или мына христиан тұру керек, соны шешуге келдім дегенде, бәрі сасықап, татар көп, татарда, қазақтар бәрі не істейміз дегенде, бәрі айтты, Абай ғана білім жағына жауап береді. Абайды шақырып, Абай кеп, Сергеймен кіріп мәжіліске кіріп кетеді, 1-2 сағаттай мәжілісте жеке мәжіліс болады, соны шыққаннан кейін Сергей айтты, мына кісіге шыққан сен тісің батпайды, Құнанбаевқа сендер жоламадыр, өзің поптар. Сендер жете алмайды екенсің. Деңгей. Бір мына дарвинизмді екеуі талқылаған, мына үш құдайлықтың немен екенін талқылаған. Сонда Абайдың мұсылманнан басқа діндерді біліп, теологияны білген, басы жоғары тұрғандықтан бір дәлелі болған.
сонымен осыны айтайын дегенім, жаңағы үш қайнарды әбден сусындады. Енді төртінші қайнарға келетін болсақ, Абайдың өзі айтады, толық адам сатысы дейді. Толық адам сатысы бірінші кәміл мұсылман. Абай кәміл мұсылмандық дәрежені жеткен. Кәміл мұсылмандық деген ол 90-нан 95 жылға дейін өлеңдер арқылы білесің. Кәміл мұсылман бол. Жаңағы шариғатты жетіп бір толық адам тексеріп кәміл адам дейді. Содан кейін барып 98 жылы, енді 90 жыл бір уақиға болады ғой. Мұқыр сайлауында Абай сабалды деген әңгіме шығады. Соның оқшауланады Абай. Міне осы кезде үлкен бір факторлар бар. Енді Абай хакім деңгейіне шығады. Хакім деген ол таза жаңағы Құдайға жақындаған адам. Әулие сияқты ол бәрін көріп отыр. Оның көзі ерекше көз ашылып, бәрін көріп отыр. Жүрек көзі ашылғандықтан хакім дейді. Осындай хакім, жүрек көзі ашылған адам төртінші қайнар табады. Төртінші қайнар деген ол рух әлемінен аласыз. Рух әлемінен көп адамдар алады. Экстрасенсті алады, бақсы балгерлерді алады рух әлемінен. Магия дейді, Шәкәрім еңбегінде жатыр, спиритизм деген. Спиритизм ол тура көріп отырады. 1000 шақырым жерде не болып жатқанын көріп отыр. Барып тексерсе, рас солай екен. Адам бір ағаш түбінде жатыр десе, соны бар 1000 шақырым жерде тексерсе солай. Немесе қазақтың бақсы балгері қалай? Балашатта айтады, мынау 50 шақырым жерде сіздің қойларыңыз, жылқыңыз сол арада қамалып тұр екен. Бал ашып. Андыр бар қарасы арасында сол жерде, сол өзінен соларда тұр. Малды көреді. Сондықтан бұл рух әлемінен солай көру, ол бұрыннан бар нәрсе. Бірақ Абайдың хакімдігінің ерекшелігі, ол анандай бақсы балгерлер сияқты ашып отырған жоқ. Мен бір жұмбақ адам онды ойлады дейді. Оны айтып, Нотр-Дам сияқты, Ванга деген бір кемпірді бар. Одар сияқты көріпкелдік айтып отырған жоқ Абай. Ондай көріпкелдік Құранда сыналған. Керемес деген. Абайдың көріпкелдігі, Абайдың жаңағы несі жүрек арқылы алған, ол ғылыми дәлелге келетін, Алла тағаланың ақылға қонатын білімді, ілімді алып жерге жеткізген. Илхам дейді. Бұны илхам дейді, дұрыс айтты. Исламда илхам дейді. Илхам ол мойындалған құбылыс. Тек илхам тек жаңағыдай экстрасенс көріпкелдің бәріне қатысты болғанымен, мына хакім Яссауи, Абай, Шәкәрім сияқты хакімдердің илхамы бұл таза ақиқат, ғылымға сәйкес келетін ақиқат. Бұл жаңағыдай материалдық нәрсеге байланысты емес. Мына жерде сен жоғалтқан малыңды табасың, ана жерде ана кісі пәленбай жерде өледі екен деген емес. Болашағын болжау деген сияқты. Олай емес. Бұл материалдық әлемге қатыспайтын, таза шындыққа келетін. Міне Абай 98 жылдан бастап сондай дәрежеге жетіп, сол төртінші қайнары сусындаған рухани азықты аспан көктен алған. Міне осыны мен өзім дәлелдеп жаздым. Оның бірден бір дәлелі жаңа Тастық деген трактатын жазады. Алланың өздіра сөздіра өлеңі. Екеуінде қараңыз, екеуінде өте мінсіз. Бірде-бір тезистерінде ұздан ұзақ бір ақиқаттың несі шашылып жатыр. Ол бүкіл қазақ философиясының іргесі тұр міне, бітті. Әлемдік философияның да іргесі тұр. Абайды әлем ұстаз дейтін сол осы екі туындыға байланысты. Оған дейінгі ағартушылық ол ағылшында да бар, немісте де бар, әркімнің өзінің байлығы жетеді. Мынау әлемдік шыңға жетіп, жаңағындай үш сүю ілімін көрсетіп, мен иман игүлді айту, толық адамның екенін түсіндіру, жаңағы Тастықта. Дүние мен ақырет ілімдерін. Бұл тек илхамның арқасында деп болады, себебі оларда Аристотельді оқыды, Сократты оқыды деген ешқандай жүрмеді ғой. Мына Шопенгауэрді оқыды, Канттың оқыды деп өтірік шынды біреу дәлелдеп жатырмыз ғой, доктор қорғап жатырмыз ғой. Бірақ олай емес. Абай ол кезде ештеңені оққан да жоқ, бәрін жапты қойды. Өзі рахаттанып, ләззаттанып, сол илхамды алып жазылған мәселе. Ол түнде кім айтады? Арқан естілгенде бар. Түнде тұрып кетеді, шам жағып жазып жатады дейді. Біз ойлаймыз, бұл не қалай немене жатыр. Құранды көшіріп жатыр ма деген. Сол 2-3 жылда сол илхаммен жазылған нәрсе. Сондықтан мына Совет үкіметі кезінде Мұхтар Әуезовтің бір айтылмай кеткен, бір көтере алмай кеткен мәселесі осы төртінші қайнарда айтуға мүмкіндік болмады. Бұл енді Абайдың шығысының бір бөлігі ғой, шығыс мәдениеттен. Илхам деген түсінікті біз оны жоққа шығармауымыз керек. Жүрек көзі арқылы білімді алған мойындауымыз керек.
Сонда біз абайдың жұмбағын аша түсеміз. Екіншіден абайдың ана ілімдері ақиқат екеніне сеніміз болады. Абайдың жан тану ілімі, жаңағы сүю ілімі, бәрі ол ақиқат. Біз оны ұстанбасақ жол таба алмай жүреміз. Онда батысқа еліктейміз де кетеміз тағы да. Ой, ана Маркс былай айтты, Энгельс былай айтты деп жүрдік қой бір ғасыр. Мутакалимин мантикин деп айтады ғой. Одар илхамсыз алынған нәрсенің бәрі түбінде ол ескіреді, түбінде ол қате болып шығады. Батыс философиясы, немістің философиясы деген өте күшті философия болған. Немістердің миы өте милы халық болғаннан кейін бүкіл Еуропаның бәрін философиясын көтереді. Бірақ сол философтар қазір қайда? Бәрі де ескіріп қалды. Ой, кәрәмет болғанымен ескіріп қалды. Анау философтарымыз, ақын жазушылар, Ницше сияқты айтқандар бәрі кезінде кәрәмет болып саналған. Ой, мына кәрәмет, ақиқат деп. Олай емес, ескірді. Себебі олар жүрекпен емес, мимен алған, ақылмен. Ойлап дұрыс солай ғой деп шешкен, бірақ ол олай болмай шығады түбінде. Сондықтан абайдың мына сүю ілім сияқты ілімдері Алла тағаланы сүю, одан кейін адамзаттың бәрі сүю деген өте маңызды. Адамзаттың бәрі сүю неге дейді? Біріншіден бауырың дейді ол сенің. Екіншіден Құдайдың жолы сол дейді. Әділетті Құдайдың жолы сол. Қай дінде болмасын, қай ұлт болмасын. Ортақ. Ол зорлық, зомбылық қылмау, мұны адалдық, тазалықпен өмір сүру, ол ұлтты бірден көтереді. Ар, әділет, мейірім. Сонда ұлт көтерді, әйтпесе көтерілмейді, ұлт төмен түсе береді. Жапонияда немістер бәрі, олардың бәрі өте адал қалыптыр, өте таза қалыптыр. Сен көшеге тастап кет бір велосипедіңді. Ол бір жыл болса да тұрады. А бізде көзіңді ашып жұмғанша, ой, мынау далада жатыр екен деп алып кетеміз. Міне, ол адамзаттың бәрін сүй деген ол біреуді мақтап жақсы көру емес, қылығыңда істеген мінезіңе байланысты айтылған нәрсе. Ол сенің жақсы көретінің сол өзің адал жүруінен білінеді, ихсан. Сондай үлкен мәселе бұл арада төртінші қайнар деген, абай нәр алған төртінші қайнар деген, бұл жаңа көзқарас, жаңа тың нәрсе. Бірақ Алла тағаламен байланыста болғымыз келсе, Алла тағаланың жолында жүретін мұсылман болғымыз келсе, біз оны мойындауымыз керек деп ойлаймын. Абайдың соңғы жаңағы Алланың өздері сөйлем қалай түйіндейді, бедейді. Мүмин болсаң, әуелі иманды бол дейді. Пендеге иман өзі ашады жол. Осы арқылы жүресің. Әйтпесе сен мына біліміңмен, мәсәбіңмен жол ашылады бір определенный. Мысалы үшін сен ақылмен ойлап білген сөз дейді ғой баста. Ол бойға шықпаса ғана мына мақсат қоясың, сен жай жұмысшыдан бір директорға дейін көтеруі мүмкін. Болдың. Бір қарапайым студенттің ақшасы жоқ, сен бір банкының ойлап отыратын банкның артында сен миллионер болуың мүмкін. Миллионер. Мақсатыңа жеттің, болды заттық. Ол жол емес. Ол сенің бір материалдық жолың. Бірақ арты үлкен өкінішке болуы мүмкін. Сен миллиардер болсаң, сен тұқым сөнуі мүмкін. Ұрпағың, немерің бәрі быт-шыт болады, шөбереңді наркоман болады, жоқ болып кетеді. Себебі сенің жолың ол материалдық жол болды. Материалдық. Ал рухани жол, который мәңгі сенің ұрпағыңды өсе беретін, мәңгі өзіңді атын қала беретін жол, жан дүниең ақыретке көшетін жол, ол жаңағы рухани жол, ол жаңағы немен байланысты. Құдаймен байланысты. Рухани мақсатта. Өте. Абай осыны айтуын айтып кетеді, айтып жатыр, бірақ біз ана әбден санамыз материалдық болып кеткен. Мұқым тілімізбен мойындасақ та, сөзімізбен айтсақ та, іштегі жүрегіміз қатып қалған ол. Сыбыр болып сөзі, мәз болып өзі ойланар елдің сиқы жоқ деп. Сол абайдың айтқан әліңге дейін сол жағдайда тұрмыз, енді шын айту керек. Сондықтан абайға бет бұрыс. Осыдан 1-2 жыл бұрын ана президентіміз Тоқаев абайдың жолына түсейік деп жақсы айтып кетті. Абай және 21-ші ғасырда Қазақстан деген мақаласында көп нәрсені айтып кетті. Бірақ сол айтылған күй қалды да, біз тағы да соны жауып қоя саламыз. Ол болмайды. Ол деген ол сол ақиқат екенін мойындау, бұл солай қарай тереңде бара беру керек. Абайды мектепке апару керек. Абайды ұстаздарға оқыту керек. Әуестің кезінде қалай болды? Әрбір пединстті ол негізгі абайтанушы болып шығатын отыр. Абайды мықтап тұрып оқытады, оны ұстаз арқылы балаларға жетеді. Түсіндіретін отыр. Қазір ол жай ғана бір галочка, абайтану деген пән бар деген мен өзім институтта
жүрмейтін сияқты. Мен өзің естіп оқыдың ғой. Иә. Мен Мен оқыған жоқпын. мектепте де абайтану пәні деген ол жүріп жатқан жоқ, шын айту керек. Оны мен өзім жазған кітаптарымнан көріп жүрмін. Кітап сөрелерінде, кітап магазин тұрса да, соны қызығып алып оқып жүрген мұғалімдер жоқ. Себебі бұдарға қажеттілік жоқ. Абайды оқы деп жатқан жоқ шығар. Айтпағанда соны ойбай, мына сөз немене екен, мына шумақ не айтылған екен, жан таласын мұғалімдер іздену керек еді. Ондай жоқ. Мысалы осы Абай туралы айттыңыз ғой, соны мысалы көрермендер ойлауы мүмкін, ол Абай дейді, оны оқыған адам не болады деген сияқты. Енді оның мысалы бірінші жемісін мысалы алаш арыстарын айтуға болады, иә? Әлихан Бөкейхан зерттеген, Ахмет Байтұрсынұлы, шәкірттер. Мағжан Жұмабаев шын хакім сөзің асыл баға жетпес дейді ғой. Бір сөзің 1000 жыл жүрсе дәмі кетпес деп. Сол кісілерден қарап, олардың ұстазы қандай болған, жаңағыдай бағыт беруші, жол сілтеуші. Оян қазақты 8 аяқпен үлгісінде жазған. 8 аяқтың өзінде тұр оян қазақ деген сөз. Міне оян қазақты Абайдан алып отыр. Иә. Сондықтан Абайды оқуға, Абайды көңілге тоқуға шақырамыз барлығын. Міне қазіргі ең бір зәру мәселеміз осы болып тұр. Енді бүгінгі сөзімізде болмайды, бұны абайтану сабағы деуге де болатын шығар. Абайтану сабағын бүгін аяқтаймыз қазір. Келесі алдағы уақытта да осындай бір жоспарларымыз бар, енді Абайды танытып халыққа жеткізуді. Жаңағыда айтып отырмыз, бұл жасқа да кәріге де Абай жолы керек. Абай жолына түспесек, біз бақытты бола алмаймыз. Тек бақытсыздық, тек өлім жітім жасына жетпейді. Тек бір кедейшілік қоршайта тұрады. Себебі қараңғылықты қуатын тек рухани ұстаным, тек рухани көзқарас. Сондықтан бұл өте маңызды әңгіме болды деп ойлаймын. Абылғайхан, өзің міне жас болсаң да осындай жүрегіңмен оқып, түсініп, осылай қауара келген, мен өте қуанып отырмын. Абай атамыздың өлеңдерінің көбі кімдерге арналған? Жас жігіттерге, талапты адамдарға деп. Сондықтан сол өкілі ретінде әңгіме бөлістіңіз. Ардақты көрермен, ұлт қай ұлт болмасын, адалдық, тазалық арқылы ұйысады. Міне, Абай жолы осы адалдық мен тазалыққа үйретеді. Сондықтан Абаймен бірге болайық, абайшыл болайық. Рахмет.